ұстаздар, ата-аналар, барлықтарыңызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін 25 қазан Республика күніне орай ұйымдастырылып отырған біртұтас тәрбиені жүзеге асыру аясында менің отаным Қазақстан атты тақырыбында өткізілетін ашық тәрбие сағатымызға қош келдіңіздер дей отырып, екінші А сынып оқушыларының бойларындағы өнерлер мен білімдерін ортаға салуға шақырамыз. Назар қойып тыңдауларыңызды сұранамыз. Шырқалады республикалық әнұраным. Жаңағы біздің шырқап айтқан әніміз бұл жай ел туралы ән емес. Бұл біздің еліміз үшін құдіретті, ең қасиетті, әрі әдемі ән. Бұл ән Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің бірі. Біле білсеңіздер, Қазақстан Республикасының мемлекеттік үш рәмізі бар. Ол әнұран, ту және елтаңба, жер шарында бар. Әр мемлекеттік өзіндік үш рәміз болады. Біз мемлекеттік рәміздерді қастерлеп сақтауымыз керек. Ел тарихы, жер тарихы, еліміз тәуелсіз ел атану үшін біздің отандастарымыз, ата-бабаларымыз көптермен қан төккен, біздің елдің болашақ үшін өмірлерін қиған Қабанбай, Өгенбай, Наурызбай, Абылай сынды еліміздің батырлары жоңғарлармен соғыста ерлік көрсетті. Желтоқсан оқиғасында да батырлықтарымен есімізде қалған ерлер мен қыздар бар. Олар Ләззат Асанова, Қайрат Рысқұлбеков, Мырзағали Әбдіқұлов. Мінекей, осындай ардақты ерлердің қанымен келген қазақ еліне қарғы болды. Еліміз егемендігін алған күннен бастап өз тілі, өз әнұраны, өз елтаңбасы, өз туы, өз теңгесі, өзіндік салт-санасы мен өз шекарасы белгіленген дербеске иелік. Осы күнді ғасырлар бойы жаумен арпалысып келген ата-бабаларымыз қалай аңсады десеңші? Яулым, біз ата-бабаларымыздың арманына жеттік. Етекшенің жинап, көршілермен татуда өмір сүрген ел болдық. Көкшедей сұлу табиғаты, Каспийдей кең айдыны, Алатаудай асқары бар табиғат бізде десек артық айтпаймыз. Рас, сұлу табиғат, бай өлке, бізде оны ақын жылдардан растар түскендей. Жауар жанында гүл боп жайнап, сенбісің Қазақстан деген аймақ, сенбісің дүниені дүр сілкінтіп, өмірдің думан тойын жатқан тойлап. Ата-бабаларымыз жылдар бойы аңсаған күнін күткен таңын бізде бүгінгі ұрпақ қадірлеп осы күн үшін күрескен азаматтарымызды еске алып, ертеңгі күніміз бүгінгіден де жарқын болсын деп армандаймыз. Тәуелсіз елінің жырын жырлап, ғарышта қазағымен бүкіл әлем танысқан, келешегі кең өрісте кемелді. Жайна мәңгі Қазақстан, Гүлістан. Қызыл бұлттай көрсең, қырдың гүлдерін, көрсең ашық Алатаудың күндерін, жерінде күл, көгінде күн, ұлан байтақ республикам бұл менің. Біздің дүниеде бір ғана отанымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстан. 1990 жылы 25 қазанда республиканың жоғары кеңесі еліміздің тәуелсіз мемлекет ретінде даму мен құқықтық негізін қалаған декларацияны қабылдады. Осы тарихи маңызды қадам арқылы Қазақстан дербестіктің алғашқы қадамын басты. Сол уақыттан бері еліміз өтпелі кезеңнің қиыншылықтарына төтеп бере отырып, даму мен өркендеу жолында келеді. Отан сен болмаса не керек, мәңгілікке бақытсыз бұл өтерім. Қазақстан Республикасында деген әрбір азаматтың бастан сезінері кезінде қалай болса да шалқитын ниет бар. Ата-бабаларымыздың ғасыр бойы аңсап өткен тәуелсіздікке қол жеткізіп, талай-талай асқарлы асу
өлеңсіз асаланба бас іргеттердің армысын жиналған тобыр кеңсі армыс мәнінің халқымен. Қызыл бұлттай көшен қылдың гүлдерін, көшен ашып ала аттардың күндерін, жерінде гүл күнде күнді жүзген, ұлан байтақ республикам бұл менің. Қазақстан күн, жаным болса жарқылайтын жарқын күн, атаңды сен барлық әлем белгіле, атам менен қазақ деген. Қазақстан ұланам, есімді кезесінде қуаным, Қазақстан ұлай жетіспекті, Қазақстан жақсы күнді. Жоқ білем аңсамаған кеңдікті, еркін жүріп көкшемеген кеңдікті, 33 жыл болды тәуелсіздік алдық біз, жалғастырып баба жолын енікті. Шақырады елбасымыз бірлікке, еңбек етте күнді көрдірлікте, татулық бар еңбек өмір тілегі, неге қажет ауылық па сөзділікке. Ән арман ұрпы өсет шашқандай, теңгеміз бар тайға таңба басқандай, көк байрағым көкте биік желбіреп, бірлікке шақырып бізді жатқандай. Бұл күнде қазақ елі дамып жатыр, аты жөні жер әлем танып жатыр. Халқының ілгіріне руханын ойлап, елбасым шарталапқа барып жатыр. Ата заңы басшылықты алып жатыр. Орнасын жер әлемінде тыныш заман, өмір сүрсең теңдікке барлық адам. Су етіп өте шығарып жалғанда, аман жүрсең бар қауым тыныс алған. Тыныштық болса демі жер бетінде, бейбітшілік азаттылық ел көркінде, желбірек көк байрағы қазағымның биік бола бізекіне. Одан бөлек отанды жасаған ері өз халқын, отан өзі отан жан көкке елді қана отан тосу бауырды, отан алтын ауылып, отан өлке астына. Отан дейміз кен байлақ астананы, жасыл жайлау жаңа жол, жас қаланы. Отанның шеті де жоқ, шегі де жоқ, ол бірақ өз үйінен басталады. Отанымыз от жаққан жерімізді, отанымыз өсірген елімізді, отанымыз туған жер, атамекен биік тау, орман тоғай көлімізді. Мына шамылдалып аттың күнін, республикам ертеңге талпынды, өзінен сан бұт алып ақын қиял, салықтан кен далада сайт күнін. Ешкімде ауыз қымылғатын отаншылың әркетіңді. Яқар күнге азан қалан көрген тартымдан ажақты республика қазақтарын еткен ұлтына қазақ. 1990 жылдың 25 қазанында Қазақстанның егемендігі туралы декларация қабылданды. Декларация Қазақстанда тұратын халықтарды топтастыру мен олардың достығын нығайтуды бірінші дәрежелі міндет деп белгіледі. Бұл күн ұлттық мереке, республика күні. Тәуелсіз елдің рәміздері, мемлекеттік ту, елтаңба, әнұран бекітілді. Қазақстан Республикасының ұлттық ақшасы теңге айналымға түсті. Егеменді еліміз жер бетіндегі басқа мемлекеттермен біріздік тең. Көркемдікті ел ретінде танылып, өзінің елтаңбасын, туын, әнұранын белгіледі. Осы бір қасиеттің белгілерінің мәнін әрбір ұрпақ тереу түсінуіне қастерлей білу керек. Самақты елдер тани білдік заман, ел дамыту әнұран, сырқаты арманы, тәуелсіздіктің берері, қасиетті олжан рәмізі, ермей рухына берлі, есі оны мына бірден. Әлемде сирек кездесетін елтаңба, қазақ өмірінің ұлы белгісі шаңырақтан тараған таң шапағындай оқтар арасындағы ай мүйізді алтын мамыртығы жайынтақтар халқымыздың болашаққа ұмтылған асқақ арманының бейнесіндей болып көрінеді. Қоспырақ ойдақ шаңырақты қанатымен қолғап тұрып, қанат асқақ арман нышаны ел белгісінде көк аспан, жара жұлдыз, қанатты тұлпар бидай сабақтар киінген аспан көк, кеңшілік, тыныштық, биіктік белгісі. Мемлекеттік әнұран еліміздің музикалық, поэтикалық эмблемасы, әдеби саз төлқұжаты, ол халық жүрегінің лүпілін туар қылып түйген музыка сәлем хат сынды. Қазақстан бағына қалған мұра, семесінде далынан бар сұра, ел мен жерді тұстауға тақтатпаған батырларын демесе болар күні. Жебіре көреміз қуаны, матансыздың танқы атынан атынан. Жебіре әліміздің суағын көзін ұстамақынан қасқайта. Қанат күн келген, самырақ бар оқ бар, әй
Яшын денешін қырап, жай бейнемес оғып ақ, көгілді түс аясы, бейбіт дала елесі, санырақ жұрт панасы, ұлықтан күн сәулесі. Аңызға ұсқыр төзімді, бірақ халық арманына жоғарыда түсер көз, бас бармақты жұмуға. Ал Қазақстан деген сөз таныс барлық ол қызға, маған саған қымбатты. Ел таңбасы ол ел таңба. Шынарық мені қадамның қушасына көрмей, мәңгілікке жаза берсін тегіміз қолдайған келерін демін. Жастар менің туған анамсың, өзгеде жоқ өзінде бар данамсың. Кеңдігіңмен, болғыңмен момақан, ақыл сапыр үлестірген данамсың. Елім менің атыңда тап бер жеттің, ақ сүт беріп әлдейіңмен тербеттің. Тербеттің де тең биікпен сөз бердің. Соның бәрін көрсеттірген өзіңсің, ғажаптармен жол жеттірген өзіңсің. Қазақстан менің Қазақстан, сөзімсіңде жұртқа қарар көзімсің де. Шықты тарап ойдан адам, бері қарадай жұлдыз беті. Өзі ауа сайлауын елімнің бар президенті. Аман бол алтын жүрек дана басын, елесін өлеңге де бара аласың. Оның бүгін несін ел алдында, ертеңде еңбегіңді бағаласын. Қазақстан дейтін менің бар елім, жатыр алып жарты дүние әлемін. Ұлдаланы анамшаспен суарған, ұлдаланы атам қолға туалған, ұлдалаға жылап келу қуанған, ұлдаланы алғаш көріп қуанған, ұлдалада өскен жан да жоқ қана. Тәуелсіз Қазақстан ағайын бүгін саған әлем түгел қарайды. Тәуелсіздік тұғыры бұл халқымның, бейбітшілік таңы әркез арайлы. Мен оның түнінсем, күнінсем, ағынды өзен асқата гүлінсем, мен оның қасиетті тілінсем, мен оның құдіретті үнінсем, бәр жөнді сүйіп қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған, боз торғай болуын шырылдаған, отан, отан, бәріне биік екен, мен оның мәңгілікке сүйіп Тәуелсіздігіміз бәрімізді мемлекет айшылына келісінде адажат тілі қабылдап қазақ тілі мемлекет тіл дәрежесін алды. Қазақстан халық қазақ жерімізде мемлекет құра отырып өзімізде еркіндік, теңдік, татулық, бейбітшілік азаматтық қоғамның қазіргі және болашақ ұрпақтары алдындағы жоғары жауапкершілікке негізге алып отырып ата заңды қабылдады. Президент елбасының туған көктемгі күнінде Қазақстан тойын асырған өзімнің туған күнінде. Қалай кеуде кермесін, бұл күнімді бір ғасырға бермеспін. Ақ түйенің біріне қарны жарылды, тәуелсізбін деген менің дербеспін. Астана қаласы 1997 жылы 10 желтоқсаннан бастап Қазақстан менің бабам күнімізбін. Туған күнім, анам күнімізбін. Туған күнім, далам күнімізбін. Туған күнім, анам күнімізбін. Туған күнде сыры терең жаны бар. Туған күнде әнім менің сәні бар. Туған күнім, тәрбиеліктен қылды егер, сөйлейтінді суырып ақ алындар. Қазақстан туған жерім көп, көдесі ең өзен көр. Нұрлана бер, гүлдене бер, перен кен дархан елім. Қазақпын деп шаттана. Thank you.
ер жетім, басшы болмаса ел жетім. Сөз танығыш жастарға он түрлі жұмбағым бар. Бекес сақ көзбасылар сәсімен жолдас құсан көңілім, айтыңыз ұлаға. Айтсам он түрлі жұмбағым мынау. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бұл не деген жұмбақ? Осындайда жұмбақ бола ма? 1 дегеннің бүлігі кеткен ер жаман, 2 дегеннің ексек өткен ер жаман, 3 дегеннің 3 бөлінген ағай жаман, 4 дегеннің тұрақсыз дос жаман, 5 дегеннің белсеніп шыққан жау жаман, 6 дегеннің асқынған дет жаман, 8 дегеннің серпілмеген қайғы жаман, 9 дегеннің торқалы той топырақты өлімде бас көрсетпес сол жаман, 10 дегеннің оңалмас кәрілікке дала болмас. Рахмет, дәл тауып шештім, ойы да, тілі де, жерік тұлпары менің. Тамыры суға тұзғаға, уақыт жеткенше қурамайтын, құрақ жоқ текке ақылдан, өлмейтін сөз қалады. Дұрыс айтасың, Әйтеке, ал қаз дауысты Қазбек мына жинауға қалайыққа не айтасың? Өлкенің үстінде сен, кей шел болма, кез апатты тер елінде. Елім өссін десең, өлшер болма, өлкеніңді өшіресің. Аллаху акбар. Уа халқым, көзіне шалар жерім, жолым бар, су көтерген елім бар. Атадан қалған сара жолым бар, сөз қадірім біліңдер. Kadınlar kalan kanat, kasa kanımız amarat, kasa kanımız amarat.
Tu m'as promis et je t'ai cru. Tu m'as promis. Абдулвахап Зерен орындауында тәуелсіз Қазақстан қабыл алынды. Тыңдас болмадым сені күтіп таңдарды, құс жолына жаздым арманды. Өзен көл мен тауларын сүйіп орманды, болашаққа аштым жолдарды. Өмірге ұлашып, алғаш қадам басып, отаным деп сені таныдым. Сенде туып өстім, сенде бақыт кештім, туған елім артық қадірім. Күнімде, шөлімде, өмірімде самғаймын, оғаннан, қыраннан болып сені қорғаймын. Әлімді, жанымды, барымды арнаймын, бәрібір сені таңдаймын. Жиналсын жазира байдан келген, бабалардан мұра берілген. Перзентімін бағымда өскен сені мен, ертеңіме қарап сені мен. Көктем гүлін беріп, алғаш нұрын көріп, асыр салдым әсем даламда. Мөлдір су мен ауа, жанға берген ауа, маған сендей жер жоқ ғаламда.
бүгінгі 2-ші сынып оқушыларының ұйымдастыруымен өткен менің отаным Қазақстан тақырыбындағы ашық тәрбие сағатымызды аяқтаймыз. Мұндағы біздің мақсатымыз ұлттық құндылықтарды бойымызға сіңіре отырып, оқушының бойына адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру, патриоттық сезімдерін әрдайым да жанында ұстап, отанына деген сүйіспеншілігін, құрметін арттыру. Өздеріңіз де байқағандай, оқушылардың бойларынан әрбір өлең шумақтарынан, әрбір түсіндірме сөздіктерінен, көріністері менен, әндерінен, сондай-ақ әрқайсысының патриоттық бейнелеуінен аңғарды деп ойлаймын. Сіздерге ең алдымен балапандар барлығы үшін алғысымды білдіремін. Жарайсыздар. 2-ші А сынып оқушыларының бойына білімді де, өнерді де көре алды деген ойдамын. Барлықтарыңызға да рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп, балаларыңыз, қыздарыңыз үшін қолдарыңыздан келгеннің барлығын жасап, менімен бірдей дайындалған ата-аналарыма мың алғыс. Бүгінгі тәрбие сағатымызды қорытындылау үшін мектеп директорының тәрбие жөніндегі орынбасары Оңтуғанова Тұрсынкүл апайымызға сөз береміз. Құрметті ата-аналар, оқушылар, мынау 25 қазан республика күніміз біздің мерекеміз ғой, айтуы. Сондықтан осы мерекеге орай, осы 2-ші А сыныбы кереметтей тәрбие сағатына дайындық жасаған екен. Білімдерінде, өнерлерінде көрдік. Өте өнерлі оқушылар көп екен. Осындай білімді де өнерлі болып, жылдан жылға жаңағы білімдеріңді арттырып, осы Анар апайларына кір кетірмей, керемет сынып болады деп ойлаймын. Риза болдым сіздерге, рахмет. Ата-ана баламен бірдей жүріп, осылардың жағдайын жасап, жетекшісіне көмек қолын созып, осындай еңбектеріңіз жана берсін. Сіздердің ата-аналарыңызға осындай сыныптар көбейе берсін. Мектеп, ата-ана бәрі бірігіп жұмыс істесек алынбайтын қамал жоқ. Сондықтан тәрбиесіне де осы жетекшімен қосыла ата-ана да бірігіп жұмыс жасасаңыздар, кереметтей сыныптар осылай шыға береді деп ойлаймыз. Еліміздің патриоты, тәрбиелі, тәртіпті болуына тілектеспін. Барлықтарыңызға рахмет. Ата-аналарымызға рахмет, әрине, және де біздің ұлдарымызға да, қыздарымызға да рахмет. Қошеметтеп қойыңыздар, өйткені бүгін өнер көрсеткен, бүгін барында, нарында салған біздің 2-ші А сынып оқушыларының алтындары деп айтар едім.